Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге авторлық рецептімді ұсынамын. Бір шайда жоқ болатын, өте оңай дайындалатын үлпілдек сүзбелі кекстердің рецептін көрсетемін. Ең алдымен 2 жұмыртқаға құмшекерімізді қосып, миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамыздың көлемі 2 есе ұлғайып, әппақ болуы керек. Енді осы жұмыртқалы массамызға сұйық майды және сүзбемізді қосамыз. Барлығын бірге миксермен сәл ғана араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышты қосамыз. Барлығын қосқаннан кейін миксермен жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде осындай қоймалжың масса болуы керек. Алдын ала арнайы кекс пісіретін формамызды дайындап аламыз. Қағаздарын төсеп, үстіне бір ас қасықтан массамызды салып шығамыз. Барлығын салып шыққаннан кейін кекстерімізді қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан соң міндетті түрде бөлме температурасында суытамыз. Осымен кекстеріміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Мақпал Бауыржанқызы. Алдағы уақытта тағы да авторлық рецепттермен бөлісетін боламын. Оларды жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыз.